Құрметті достар, каналға жазылып видеоны толық көріп қолдап отырсаңыздар, бізде пайдалы видеоларды салуға тырысамыз. Ал ендеше бастаймыз. Біздерді жоқтан бар еткен, біздерге сансыз, санаусыз, қисапсыз нығмет берген, мұсылман етіп жаратқан, біздерге мейіріммен соншалықты көп жақсылығын, игілігін нәсіп еткен Аллах тағаланы жақсы көру және Аллах тағаланың жақсы көретін амалдарын орындау әрбір мұсылман үшін маңызды. Пайғамбарымызға оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын. Аллах тағала Әл-Имран сүресінде: егер сендер Аллах тағаланы жақсы көрсеңдер маған еріңдер, сол кезде Аллах тағала сендерді жақсы көріп, күнәларыңды кешіреді. Аллах тағала аса мейірімді, рахымды делінген. Және Аллах тағала Бақара сүресінің 165 аятында: ал иман келтіргендер Аллахты бәрінен артық жақсы көреді делінген. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Аллахты жаннан тәтті деп Хакім Абай жырлағандай, ең кәміл махаббат жаратқан Аллаға және оның елшісіне деген махаббат. Пайғамбарымыздан иман дегеніміз не деп сұрағанда, әзиз пайғамбар Алла мен оның елшісіне деген махаббаттың басқаларға деген махаббаттан жоғары тұруы деп жауап береді. Тағы бір хадисте: ешбірің мені отбасынан, мал-мүлкіңнен және барлық адамнан артық жақсы көрмейінше толық иман келтірген бола алмайсыңдар дейді. Алланы жақсы көрудің маңыздылығы. Алланы жақсы көруден асқан мәртебе жоқ. Көркем мінез, ізгі амал, жақсы қасиеттердің бәрі де Алланы жақсы көру арқылы пайда болатын жемістер. Алланы бәрінен артық жақсы көру мәртебесіне Алланың сүйікті құлдары ғана жете алады. Қасиетті Құран кәрімде Аллах оларды жақсы көреді, олар да Алланы жақсы көреді деп сипатталады. Мәида сүресі 54 аят. Әнас ибн Мәліктен Аллах оған разы болсын жеткен хадисте мына үш нәрсе кімде болса, онда ол иманның ләззатын татады. Олар: бірінші, Алла мен оның елшісін барлық нәрседен артық жақсы көру. Екінші, бір адамды жақсы көргенде тек Аллах разылығы үшін жақсы көру. Үшінші, Аллах оны күпірліктен құтқарғаннан кейін күпірлікке қайта оралуды өзін тозаққа тастағандай жек көру дейді. Алланы жақсы көрудің деңгейлері. Алланы жақсы көрудің 10 деңгейі бар. Біріншісі — байлану, жүректің Алла тағалаға байлануы. Екіншісі — қалау, жүректің тек Алланы қалауы. Үшіншісі — ұмтылу, жүректің Аллаға ұмтылғаны соншалық иесіне бағынбауы. Төртіншісі — ажырамау, жақсы көрудің бұл деңгейінде Аллаға деген махаббат жүректен мүлдем ажырамайды. Бесіншісі — шынайы махаббат, махаббатың мәйегі десе де болады. Алтыншы — құштарлық, махаббатың құштарлық деңгейіне жету. Имам Жүнайд, Аллах оны рахымына алсын, махаббаты құштарлы деңгейіне жеткен адам сатқындықтың өзін әділдік деп біледі деген. Жетінші — ғашықтық, иесін адам ойына келмеген қауіп-қатерге жетелейтін шектен шыққан махаббат. Сегізіншісі — ғашығының алдында өзін төмен санау, сүйгеніне толық бағынып дегенін орындау. Тоғызыншы — құлдық, Алланы бұл деңгейде жақсы көрген адам өз мүддесі үшін еш нәрседе қалдырмайды. Оныншы — хулла, Алланы шынайы жақсы көрген шын достарының махаббаты. Бұл ең жоғарғы деңгейге Ибрахим пайғамбар оған Алланың сәлемі болсын мен Мұхаммед оған Аллахның салауаты мен сәлемі болсын пайғамбардан басқа ешкім жетпеген. Алланы осыншалық жақсы көрген жанның жүрегінде Алладан өзгеге ешқандай орын қалмайды. Ахмад әр-Рифағи, Аллах оны рахымына алсын, Алланы шын сүйген адам өзін кішіпейілетіп тәрбиелейді. Нәпсінің алдамшы дүниеге қызығуына тыйым салады. Қандай жағдайда болса да Алланың қалауын басқадан артық көреді. Алланы үнемі еске алып жүреді. Нәпсіге Алладан өзге нәрсеге құштар болуына жол бермейді. Алланың бұйырған құлшылығын толық орындайды дейді. Осылайша Алланы шын сүйіп, Раббым деп разы болатын адам жан мен тәннің тыныштығына қол жеткізе алады. Алланы жақсы көру арқылы екі дүние бақытын табады. Аллаға жақын болу арқылы шексіз нығметке бөленеді. Сол арқылы Алланың жомарттығын сезіне алады. Сөз соңында жаратушы иемізге деген махаббатымыз арту үшін Әбу Дәрдадан Аллах оған разы болсын жеткен пайғамбарымыздың хадисінде келген Дәуд пайғамбардың оған Аллахның сәлемі болсын дұғасымен аяқтауды жөн көрдім. Уа Аллах, маған сені жақсы көруді, сені жақсы көрген пенделеріңнің махаббатын және махаббатыңа жақындататын амалды жақсы көруімді нәсіп ет. Махаббатыңды маған өзімнен де, отбасымнан да, тіпті салқын судан да жақсы көрсет. Құрметті достар, видео ұнаса лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Бізге жазылып видеоларды көргендеріңіз үшін Аллах разы болсын. Рахмет.